Бүгінгі өтілетін екінші сабағымызда домбырада оң қол мен сол қолдың қойылымы. Сәлем достар, мен мұрагер күй мұратындағы домбыра күрсіне қош келдіңіздер. Мен сіздердің домбыра мұғалімдарыңыз Ерлан. Бірінші сабақта біз домбыраның құрылысымен танысып өттік. Бүгінгі өтілетін екінші сабағымызда домбырада оң қол мен сол қолдың қойылымы және домбырада шерту барысында орныққа қалай отыру туралы сөйлейміз. Ал ең әуелі домбыра шертуде біз қалай отыруды дәріптеп өтейік. Ең әуелі біз орындықтың бетін 3 бөлікке бөлеміз да, осы орындықтың біз 3-тен 2 бөлігіне отырамыз. Ал отырғаннан кейін бұда ер балалар мен әйел балалардың домбырада орындыққа отырып шерту ұқсамайды. Ер балалар отырғаннан кейін сол аяғын алдыға созып, оң аяғын сол аяғының үстіне, тізесінің үстіне қойып, тізесін сәл-пәл астыға басып, домбыраны мықынына шанақ бөлігіне әкеліп, шын тағы домбыраның үлкен тектің дәл тұсына келіп орнайды. Осылай отырады. Ал енді қыз балалардың отырысы, қыз балалар оң аяғын сол аяғының үстіне қойып отырады. Осылай тағы да ұқсас, домбыраның шанақ бөлімін өзінің мықынына тұсына әкеліп, мына жердегі шынтақпенен үлкен тектің үстінде бір дүздің соның бойында болады. Осылай ойша отырады. Ал отырғаннан кейін, енді бұл жерде біз оң қол мен сол қолдың қойылымын айтып өтейік. Ал оң қолдың жаңа қойылымын айтып өттік. Шынтағымызбен ақырын осы шанақ бөлімін сәл-пәл қысып ұстаймыз да, одан кейін осы қолымызды еркін түрде домбыраның қақпақ қорғанды тұсына әкеліп шертеміз. Ал бұл оң қолдың қойылу барысында ең әуелі біздің қолымыздың формасы, мен сіздерге былай көрсетейін, осы формада ұсталады қолдарыңыз. Әсте басқа созықтарыңызды жиып ұстап алмайсыздар, одан кейін шашыратпайсыздар. Осы формада сәл-пәл осы формада ұстап шертесіздер. Сонымен шерту барысында біздің осы мына тек білезік бөліміміз ғана қозғалады. Астыға түсу шерту барысында осы тек білезік бөлімі ғана қозғалады. Әсте біздің білегіміз мына білезіктің әрекетін қайталамайды. Былай шертілмейді яғни. Сондықтан оң қолымыз аса шерткен кезде сол саусақпен, үстіге шерткен кезде бас бармақпен өстіп шертеміз. Сәл емін-еркін ұстаймыз қолды. Ал сол қолдың қойылымы, ең әуелі біз сол қолды бас бармақ, бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші саусақ, төртінші саусақ деп төртке бөліп аламыз. Соныменен біздің бас бармағымыз осы үстіндегі перделерді басуға арналады. Ал одан кейін біз сол қолды қою барысында біздің алақанымыз домбыраның сабына, яғни домбыраның мойын бөліміне тимеу керек. Егер тиіп қалатын болса, біз пернелерді басып ары-бері жылжыту барысында, ноталарды орындау барысында қолымыз пернені дұрыс баспай, пернелерден ноталардың дыбысы анық шықпай қалатын жағдайда болады. Сондықтан біз алақанымызды ешқашан домбыраның мойнына тигізбеуіміз керек. Бұл біріншіден. Ал екіншіден, біз пернелерді басқан кезде сәл-пәл үстінен басамыз. Әсте екі перненің ортасынан баспаймыз. Сәл-пәл осы перненің үстінен басамыз. Соныменен бас бармақты үстіңгі перненің үстінен басып, сұқ саусағымызбен осы пернелерді екінші саусақпен, үшінші саусақпен, төртінші саусақпен осы пернелердің сәл-пәл үстінен басып жаттауға машығамыз. Яғни сұқ саусақ, яғни бірінші саусақпен мына жердегі бірінші пернені бассақ, екінші саусақпен оның астындағы пернені жалғасты өстіп әрбір пернелердің үстіне біз саусақтарымызды қойып, ең алғаш домбыра ұстаушылар көбірек перне бас машық қылғандарыңыз жөн. Ал біздің жоғарыдағы сөйлеп өткен сабағымыз домбырада оң қол мен сол қолдың қойылымы және орындыққа отыру назария сабағы және әмелияты бірге жүргізілді. Ондай болса, екінші сабағымыз өшіргішін болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.